Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде науқастың төсектегі фаулер қалпы. Мақсаты науқасқа жайлы қалып жасау. Қолданылатын көрсетілімі науқасқа ойық жараның алдын алу, кейіннен науқасты тамақтандыру, жеке бас гигиенасын сақтау, енжарлы еріксіз қалыптағы науқас. Бізге керекті заттарды дайындаймыз. Бізге керекті заттар валик, жастықша және де аяққа тіреуіш, бір рет қолданылатын қолғап және де функционалды кереует. Саламатсыз ба, Бейсен Балжан, мен сіздің мергеріңіз Айтуова Айғаныз. Сіздің төсектегі қалпыңызды фаулер қалпына өзгертетін боламыз. Сіз келісіміңізді бересіз бе? Иә. Науқастың көрпе жамылғышын ашып, поршенді түсіріп аламыз. Науқастың бас жағын 45-60 градуста көтеретін боламыз. Науқастың кереуетін 45-60 градуста көтеріп алдым. Ең алдымен науқастың шынтағына жастықшаларды және де алақанына кішігірім жастықшаларды қоямыз. Және де тізесінің астына жастықшаларды қойып, табанына 90 градуста тірегішті қоятын боламын. Және де құйымшақ астына валикті қоятын боламын. Табанына тіреуіштерді 90 градуста қоятын боламыз. Науқасқа ыңғайлы қалып беріп, жамылғысын жабатын боламыз. Іс-әрекетіміз аяқталды. Енді поршенді көтеріп, тежеуішті ашамыз. Сізге бұл қалып ыңғайлы ма? Ыңғайлы жатсыз ба? Иә. Қолғапты шешіп, қолымызды 150 бұйрық бойынша өңдейтін боламыз.